Кайырлы күн достар. Бүгін сіздермен банан қосылған торт жасаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, ұн, қант, креміне қаймақ, қант, банан керек болады. Алдымен бисквитін жасаймыз. Жұмыртқаның ақ уызын сары уыздан бөліп аламыз. Ақ уыздың өзін миксермен араластырып аламыз. Қантымыздың жартысын қосамыз. Жартысын сары уызға қосатын боламыз. Міне қараңыздар, ақ уыз аппақ болып көтерілді. Осылай төңкергенде өзінің формасын ұстап тұруы керек. Сары уызды миксермен азғана араластырып аламыз. Қалған қантты қосамыз үстіне. Қайтадан араластырамыз. Сары уызды араластырып алдық. Енді осыған ақ уыздың 3-тен 1-ін қосып, қасықпен жаймен араластырып аламыз. Ұнды еліктен өткізіп, аз-аздан сала отырып араластырамыз. Үстіне ақ уыздың жартысын саламыз. Қалған жартысын саламыз. Осылай жаймен араластырсаңыз, бисквит көтеріліп күшті болып піседі. Дөңгелек форманың астына пергамент қағазын төсеп, ішін майлап аламыз. Бисквитті құйып, бетін тегістейміз. 180 градус ысып тұрған пеште 30 минут пісіріп аламыз. Кремін дайындаймыз. Бір бананды вилкамен езіп аламыз. Қаймақты миксермен араластырып аламыз. Үстіне қант саламыз. Қайта араластырамыз. Жаңағы езген бананды қосамыз. Енді креміміз көтерілгенше миксермен араластырамыз. Енді крем дайын болды. Бисквит піскеннен кейін мен духовканың бетін ашып 1-2 сағаттай суытып алдым. Бисквитті пышақтың көмегімен 3-ке бөліп аламыз. Бірінші пышақпен жан жағын кесіп шығамыз. Сосын ортасын кесіп, бөліп аламыз осылай. Келесі бөлікті де дәл солай бөлеміз. Бананды дөңгелектеп турап аламыз. Мен 2 банан қостым. бисквиттің бір бөлігін алып,
бетіне крем жағып шығамыз. Үстіне бір қатар банан қоямыз. Екінші бөлікке крем жағып, осы крем жағылған жағын бірінші бөліктің бетіне қоямыз. Енді осы екінші бөліктің үстіне кремді жағып, бетіне бір қатар банан қойып шығамыз. Үшінші бөлікті алып, бетіне крем жағамыз. Осы крем жағын екінші бөліктің бетіне қоямыз. Қалған кремді бетіне, айналасына жағып шығамыз. Бетін, айналасын тегістеп, әсемдейміз. Өз қалауыңызша жемістермен, жаңғақпен әсемдеуге болады. Мен шоколадты үккіштен өткізіп алдым. Өткізілген шоколадты торттың бетіне, айналасына әдемілеп сеуіп шығамыз. Осымен банан қосылған тортымыз дайын. Сіздермен болған Назерке, маған жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.